Өзімнің мамам мысалы үшін жүре алмай қалды. Жаңағы остеохондроз 3 степеньдеді. Отырады, столда отырып тамақ жеп, тұрып кете алмайды. Болды. Тұрып сәл жүріп бастаса, қайта отыра алмайды. Ана аяқ бүгілмейді дейді, бүге алмаймын дейді. Жерге отыра алмайды. Сондай болып қалған тұғын. Қаншама ревматологқа барды, қанша КТ істеді, қаншама обследование өтті, алып жатыр, лечение алып жатыр. Бәрібір аяғым жүрмейді. Массаж қаншама курс алды. Сөйтіп мен осы коллаген ішкеннен кейін бір күні көріп қалдым оны кісінің инстаграмынан, Белорон деген. Тауып составы несін бәрін оқыдым да, сол ең бірінші мамам алдым. Белорон сосын каралмаймен қосып ішсін деді, каралмайн екеуін қосып алып, омега D3 қосып комплексін ішкіздім. Сөйтіп жоқ, мамам біреуін ішкеннен жүріп кетті. Бірақ екіншісінде ішті. 2 рет ішті да, 2 курс, 2 несін алды. Мамаңыз қанша жаста? 60-тан асып кеткен, 63-те ма? Вообще аяқ ауырмайды, қазір ауырмайды. Жерге отырады, немерелеріне қарап, как жұмыс істеп жүр қазір.